Болашақ құдағилар бас қосты. Шерхан мен Ботаның аналары той күнін ақылдасты. Бүгін жаңа қосылайық тележобасында үйленуге ұсыныс жасаған Шерхан мен Ботаның өмірінде ұмытылмас қуанышты оқиға орын алды. Тойға дайындалу үшін эфирден кеткен жұп бүгін тағы бір қадам жасады. Яғни Шерхан мен Ақботаның аналары, жақын туыстары тәтті шай ұйымдастырды. Тәтті шай Алматы қаласында дүркіреп өтті. Шерхан екі жақтың аналарына ерекше ілтипат көрсетті. Болашақ қалыңдықтар үйлену күнін бірге жоспарлаған болатын. Мәлімет үшін, жақын арада Шерхан мен Ботаның тойы қосылайық тележобасының тікелей эфирінде өтеді. Алдымен Ботаның ұзату тойы, одан кейін Шерханның тойы болады. Бұл тойға қос тараптың аналары қызу дайындықты бастап кетті. Естеріңізге сала кетейік, Бота мен Шерхан қосылайықтың соңғы маусымында жұп болған болатын. Жаңа қосылайықта Шерхан Ботаға үйленуге ұсыныс жасады. Ханзада сайысы біткен соң Бота Альмира ханымнан ұзату тойға дайындалуға рұқсат сұрап, эфирден кететінін айтты. Бір күннен кейін Шерхан да тойға дайындалуым керек деп жобадан шығып кетті. Сондай-ақ Шерханның ағасы Ержан өз ауылына барып, Шерханның анасымен той күнін жоспарлаған. Өздеріңіз көріп отырғандай, бүгін болашақ құдалар тәтті шай ішіп той күнін ақылдасты. Шерхан мен Ақботаға бақыт тілеп, тойларыңыз құтты болсын дегіміз келеді. Сонымен қатар, бейресми ақпарат бойынша Шерхан мен Бота қосылайыққа ренжігендіктен жобадан кетіп қалған деген ақпарат бар. Шерхан бар күшін бәйгеге салып, Ханзада сайысында өнер көрсетті. Ол тіпті іріктеу кезінде Ботаға үйленуге сөз салған болатын. Алайда желі қолданушылар мен қосылайық қатысушылары Шерханның бұл әрекетін байқауда жоғары ұпай алу үшін жасағанын айтты. Бұл туралы Альмира ханым да айтқан болатын. Бірақ Шерханның ұсынысы Ханзада үшін емес, шындық болып шықты. Мұны бүгінгі тәтті шайдан білуге болады.